Ассалаумағалейкум баршаңыз, қалайсыздар, амансыздар ма? В общем, сторисқа шықпай кеттік. Өйткені қазір тойға дайындық болып жатыр. Бұйырса ертең үлкен ұлан асыр той болайын деп жатыр. Бізде сұмдық, енді таңнан бері дайындық. Тағы да баршаңызға мен таным салонынан атып жатыр. Қас салондамын. Маникюр, ресницы барлығын жаңартайын деп жатырмын. Апыр-тыпыр болып салонға келгенім бар. Және де жаңа посталған болатынмын. Соған кіріп. Баршаңызға қайырлы кеш. Қазір мен встречаға бара жатырмын. Get ready with me уже киіп алдым. Get ready with me түсіремін деп қоямын ғой өзім. Мына юбканы Малина деген российский брендтен алғам. Бүгін тауып алдым. Түрі простой болып көрінгенмен өте нормально болып тұрады. Соны тауып алдым. Қысықпеніздер, қысқа емес бұл, нормально. Ұзын етігім бар. Пальто бар, үй жауып қоятын. Просто сіздерге осылай көрсетіп жатырмын. Если что, шешіп көрсетейін. Және де мына корсетті тоже тауып алдым. Мынаны білесіздер, бүгін киіп жүргенім ғой, сырттан кие салдым. Арты ұзын көрдіңіздер ма? Арты ұзын да. Алды ғой тек осылай қысқа. На печенье она Нұрекем оптовкадан әкеліп берген. Мен самый любимый. И, конечно же, мында 6% мое. Түнгі шай менде. Білмеймін кімде қандай, мен түнде шай ішкенді ұнатам. Еще ішпесем балаға сүт қалмай қалатын сияқты. 4-ші бала уже сүт азайып жатқан сияқты көріне ма. Прям каждый раз шөтпасам болмайды. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, құрметті ағайын, қалайсыздар, амансыздар ма? Естіп жатсыздар, не қабатсыздар. Эфир айып қалдық бүгін кешегі сөз. Таң. Осылай сөйлеп сториске шығып қалып көп болды. Бүгін бізде бұйырса эфир. Мына жақта енді әркім өз тіршілігін жасап жатыр. Рахмет, Аделя десе. Боянып жатыр Аделя. Саида келді. Красотка. Жігіттер өсек айтып жатыр. Мына жақта осындай атмосфера бізде. Сәлеметсіз ағай. Достор, мені жоғалтып алған болсаңыздар, мен Нарындамын. Бізде бұйырса Тайкемнің қызы тұрмышқа шығып, той. Так вот. Мамамдың айылындамын. Ушул айылдан кимдер бар? Жазып қойғыла. Бүгін барыбыз қызматтабыз. Жездем да қызматта. Бұл жездем ең тың жезделердің бірі. Шу жездеге эме керек болтат, неле? Бажа. Бажа. Қой сойғанды білген. Ет қандағанды білген. Ошондай бажа керек сізге? Көп сүйлеген керек. Көп сүйлеген. Сүйлеп беріп тұрыш керек. Бүгін уже неше әріп қалды екен? Қалды енді әрбір 4 па, 3 па, 2 ма, айта алмаймын енді оны. Айта алмаймыз достар. Осы историядан кейін уже тағы жасырып бастаймыз. Кеше аяқтай алмай қалдық. Историяны да толтыра бергіміз келген жоқ. Сондықтан, удачи. Не ренжіп отырсың ба? Ақша бермегенге Дариға Батықованы бай ұқсап, бұйырса ажырасып кетеді. Құдай сақтасын, ажырасып кетеді. Дариға Батықованы бай ұқсап, мен жамандап отпайсың ба? Осы көтеріліп кетті, мені тастап кетті, ақша бермей қалды, кредитін төлемей қалды деп. Ұрсын қорқатын болдық қой. Сонда қара, еркек әйелді тастап кетсе, жаман қатыннан кетпейді ғой, қатыннан болып тұр ғой дейді да біздің қазақтар. Ал еркекті қатын тастап кетсе, қатын ана бай тауып алған ғой, екінші бай тауып алған, любовник тауып алыпты. Или болмаса қасқа көтеріліп кетіп, байын менсінбей қалыпты, жұлдыз ауруына шалдығып деп сөйтіп айтады ғой біздің қазекеңдер да, көбі да. Енді кішкене адекватный адамдар бар, конечно, адамның санасына қарайтын да. Но көбі сөйтіп айтады. Қара, несправедливый. 10 жыл бұрын бір-бірімізді танимыз, 10 жыл бұрын танысқанбыз, енді ол кезде жас болдық, не помню, әйтеуір бір таныстық ВК-да бет-бет сөйлесіп, и сонымен, короче, андай непонятно болады ғой бір. Андай бір, как парень с девушкой не встречались, но вот так общались. Потом этот как-то мен өз жолмен, ол да өз жолмен, и как бы судьба нас свела снова дегендей сөйтіп танысып қайтадан, танысқанда қайтадан осы жолымыз қосылып сөйтіп
сөйлесіп кеттік. Енді ол туралы кейінірек айта жатармын. Жалпы енді бәрі бір Алланың қалауымен ғой. Алла тағала өзі жалғыздық Құдайға ғана жарасқан деп әр адамның тегін жібереді ғой. Сондықтан да енді осы күн келген шығар. Сондықтан да енді халықтың алдында жүргендіктен барлық істерге осылай салып отырған жайым бар. Енді барлығы тоқ етерін айтқысы келеді екен, оны кейінірек бір подкастта ма айтатын шығармыз. Әзірше оқырмандарым сіздерге 1000 алғыс. Көйлекті таптым, бірақ та менің құрбым Жанёка табысуға көмектесті. Жанёкаға 1000 алғыс айтқым келеді. Она вообще-то стилист, қалауымда да стилист.